Мынаның барлығы таспа фотопленкілер. Мен Ақжайықтың жылнамасын жинап келем. Осы пленкілердің ішінде көптеген тұлғалар бар. Әбіш Кекілбаев, Фариза Оңғарсынова, Роза Бағланова, Бибігүл Төлегенова, Қадыр Мырзалы, жалпы Ақжайық өңірінде өткен спорттық, мәдени шаралар, республикалық деңгейдегі, халықаралық деңгейдегі көптеген шараларды осы мен пленкілермен түсірдім. Көбі жарыққа әлі көрген жоқ. Енді мен ойлаймын, осының бәрі халықтың игілігіне жараса деп. Газет баспаларында, музейлерде, мұрағаттарда мен енді қолыма түскенмен көбінен бөлісіп жүрмін. Жалпы мына шығып тұрған фотоның өзі менде қазір бір сандық фотоларым жинап отыр. Оның көбін қоятында жерім жоқ. Көбін жаңағы музейлерге, мұрағаттарға үлестіріп беріп жүрмін. Енді осы пленкілерімнен таспаны айырылып қалам деп қорқып отырмын. Күн өткен сайын сапасын жоғалтып, бір қалыпты өзің сақтау мерзімі болмаған соң күшін жойып бара жатыр. Егер де бір кәсіпкер, меценаттар болса, қолдау көрсетемін, көмектесеміздер десеңіздер құба-құп. Дана сұраймын былай айтқанда. Өйткені бұл пленкілерді қазір заманауи пленкіден сандық түрге айналдыру керек. Былай қалғанда жаңағы заманауи қазіргі технологияларға сай өңдеп қалпына келтірсе, өз күшін жоймайды және көптеген ел игілігіне жарайды деп ойлаймын. Жалпы жекеме шығып хабарласаңыздар, байланыс телефоны WhatsApp арқылы 8701 345 35 16. Баршаңызға рахмет. Жалпы менің көптеген фотосуреттерім қазір жан-жақта музейлерде, мекемелерде, мұрағаттарда сақтаулы. Соның ішінде Атыраудағы Сарыев атындағы музейде, біздің Оралдағы Қадыр Мырзалы атындағы орталықта, Махамбет атындағы университетте, жалпы көптеген жерлерде, Алматыдағы Құрманғазы оркестрінің кіреберіс үлкен залдарында үлгі тұр. Жалпы қорымда жасыратын жоқ, көптеген тарихи тұлғалар, соғыс ардагерлері, еңбек ардагерлері, мемлекет қайраткерлері, ақын жазушылар, спортшылар барлығының да өнер майталмандарының фотосуреттері менің жеке қорымда. Бақыт жайлы менің